Құрбым, сен де осылай ерекше Рамазан нанын дайында да ыстықтай сары май қосып жеш, вообще супер болады ғой. Ол үшін жылы сүт құямыз, жылы су, 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қант, 1 ас қасық ашытқы және ерітілген сары майды қосамыз. Жұмыртқаның тек ақ уызын ғана пайдаланамыз, сары уызын бетіне жағамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнымызды бөліп салатын боламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолымызға жабысып тұру керек. Одан кейін жұмсақ және жұмыс істеуге оңай болу үшін 1 ас қасық сұйық маймен тағы бір жақсылап илеп қоямыз. Көтерілуге жібереміз. Қамырымыз көтерілді. Енді оны ұзынша етіп қоямыз. 3-ке бөлеміз және қолымызбен сопақша етіп жайып шығатын боламыз. Қамырымызды формасына саламыз. Көтерілуге жібереміз 15 минутқа. Сол аралықта бетіне жағатынды дайындаймыз. Ол үшін жаңағы сары уызды және 1 ас қасық сүтті пайдаланамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызға әдемі өрнектерімізді саламыз. Үстіне сары уызды жағамыз. Кунжутты себеміз. Алдын ала пешті қыздырып қоямыз. Қызған пешімізге 190-200 градуста 15-20 минут пісіріп алатын боласыздар. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.